Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ұйғыр мантысының қамырының жасалу жолын, яғни илену жолын көрсететін боламын. Қажетті заттардың көлемінің барлығын описаниеде қалдырамын. Видеороликтің атауының үстіне бассаңыздар, бүкіл қажетті ақпарат шығады. Бұл жерде алдын ала иленген 1 кг жоғарғы сұрыпты ұн және де 400 грамм су, 25 грамм тұз керек болады. Яғни бір үйілмеген ас қасық тұз. 400 грамм салқын суға 1 ас қасық тұзды салып, жақсылап ертіп аламыз. Ұнның ортасынан шұңқыр жасап, судың жартысын құямыз. Бұл қамырға нақты 400 грамм судың кететінін біліп тұрсаңыздар, бірақ барлығын бірден құюдың қажеті жоқ. Олай дұрыс болмайды. Алғашында судың жартысын құйып, ұнның басын біріктіріп аламыз. Одан кейін қалған екінші жартысын құямыз. Яғни қалған құрғақ ұнның үстіне құю керек болады. Ұнның сапасына байланысты тағы да бір 10-20 грамм су қажет болып қалады. Менің жағдайымда қажет болды. Яғни видеода көрсетілгендей шараның шетін тазалай отырып, осылай ұнды басып илейтін боламыз. Алғашында өте құрғақ, ұнның басы бірікпей, құрғақ ұн көп қалып, солай болады. Олай болмас үшін осылай видеода көрсетілгендей қамырды жұлмалап, яғни арасын ашып, осылай майда бөлшектерге бөліп, құрғақ ұнды арасына араластыра отырып, қайта басып илеу керек болады. Сонда нан болып, су болып тұрған қамыр құрғақ ұнды өзіне жапсырып ала кетеді. Осылайша қамырды жұлмалап илеп болғаннан кейін артық қалған қамырдың бойына енбейтін құрғақ ұндар қалады. Барлығын жинап алып, үстінен су себелеп, басын біріктіріп, оны да қамырға қосып илеп жібереміз. Мантының қамырының тегіс, жылтыр және жыртылмауының негізгі құпиясы ол иленуінде. Сондықтан қамырды жақсылап барынша басып, арасын ашып, қамырды жұлмалап, арасында ешқандай құрғақ ұнның, түйіннің қалмауын қадағалап илеуіміз қажет болады. Қамыр қаншалықты қатты болып, арасында комок, яғни ақ түйіршік ұндар, артық қалған ұн болса да, артық су қосудың ешқандай қажеті жоқ. Қамырды жұлмалау техникасы арқылы және басу техникасы арқылы илесеңіз, барлығы бірігіп, белгілі бір текстураға әдемі массаға айналады. Осылайша қамырды 8-10 минут аралығында өңдеп аламыз, барынша жақсылап илеп. Егер де сізге ыдыс ішінде илеу ыңғайсыз болса, онда кәдімгі стол үстіне, дастархан үстіне қойып, қамырды жақсылап басып, созып, арасын ашып, қайта жинап илеу арқылы жасасаңыз да болады, өзіңіздің ыңғайыңызға қарай. Басқа да рецепттерде қамырдың құрамына жұмыртқа қосып жатады. Мантыда ол аса қатты білінбейді, жұмыртқа қоспай-ақ қойсаңыз да болады, өз қалауыңыз бойынша қоссаңыз да болады. Негізі бешбармаққа жарататын болсаңыз, жұмыртқа қоссаңыз қамырыңыздың түсі сарылау болып және де езілмейтін болады. Мен қамырды 10 минут тоқтаусыз иледім. Қамырымыз осындай әдемі текстураға енді. Енді қамырдың июін қандыру үшін үстел үстіне қамырды шығарып, мейлінше осылай төртбұрышты формаға қолмен басу арқылы енгізіп аламыз. Сонымен қамырды видеода көрсетілгендей етіп жинақтап, конверт жасап қоямыз және пакетке салып 1 сағатқа қойып қоямыз. Конверттің жасалу жолы да өте маңызды. Видеода көрсетілгендей етіп, қамыр бүктелген уақытта, яғни бірінің үстіне бірі шығып, қалың болып мінгесіп қалмау керек. Ұшпа-мұш қамырдың пропорциясын сақтай отырып, бүктейміз да және де қолмен барынша қаттырақ басу керек болады. Яғни қамыр біріне бірі жабысу керек. Айта кететін жағдай, екінші рет конверт жасайтын уақытта, егер қамыр қаттырақ болатын болса, әрине ол ұнның сапасына байланысты, екінші рет қолмен басу арқылы қамырды жұқалап жайып алғаннан кейін, қолыңызды сулап, қамырдың бетіне азырақ су жағып, екінші рет дәл бірінші рет жасағандай етіп конверт жасаймыз. Менде илену барысында 20 грамм су артық қосылғандықтан, бұл жерде екінші рет конверт жасағанда сулаған жоқпын қамырдың ортасын, себебі ұнның сапасы талап еткен жоқ, қамырдың өзі әдемі болып тұр. Солай екінші рет конверт жасап қойдым. Екінші рет конверт жасағаннан кейін 30 минутқа не 40 минутқа қайта тұндырып қоямыз. Содан кейін барып қамырды
өз қажетіңізге ары қарай жарата бересіз. Осы көлемдегі қамырдан шамамен 60-70 дана манты шығады. Яғни бір мантоварка 4 лист толады. Және де мен осы қамырдың жартысын морозильникке салып, қатырып, өзім үшін эксперимент жасап көрдім. Қамырды шығардым, өз еркіммен қамыр еріді. Одан кейін қайтадан манты жасап көрген едім. Қамырдың текстурасында ешқандай өзгеріс жоқ. Мантым әдемі шықты. Сіздерге де айтып жатқаным, егер де мантыңыздың қамыры артылып қалып жатса, ешқандай қорықпаңыз. Қайтадан морозильникке салып, қатырып қойсаңыз болады. Қажет уақытыңызды алып, ерітіп қолдана бересіз. Егер де сізге видеорецепт ұнаған болса, қазақ тіліндегі каналдарды қолдап, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркелуіңізді сұраймын. Баршаңызға сәттілік.